ITC Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары. Армысыздар, Орал ақпараттық технологиялар колледжінің ұжымы. Бүгінгі эфиріміздің жүргізушілері 42-ші топ студенті Файзуллина Дана және 25-ші топ студенті Қанат Жантілек. Алдымен тыңдармандарымызға қазан айында болған жаңалықтарға шолу жасап өтейік. 8 қазан күні ұстаздар күні мерекесіне орай ұйымдастырылған жоғарғы оқу орны мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жас мамандары арасында өткізілген волейбол ойынына колледжіміздің жас мамандары Қайырбаева Элеонора Бекенқызы, Ернесов Дамир Нұроллаұлы, Исмедуллин Бекбол Сәрсенбайұлы, Ғұбайдуллин Мұрадым Тимурович, Бауыржан Жеңіскүл Бауыржанқызы, Төлекешев Алихан Алтайұлы, Мухитов Нұрболат Айболатович қатысып, колледж құрамасы 3-ші орынды иеленді. 7-8 қазан күндері Атамекен базасында Мәншүк Маметованың 100 жылдығына арналған Алау 2022 облыстық әскери-патриоттық ойыны өтті. Жеке біріншілікте Харчов Роман пневматикалық мылтық атудан 1-ші орын, Сайфулиева Сабина жалпы әскери қорғаныс жиынтығын кию бойынша 1-ші орын иеленсе, 74-ші Калашников автоматынан толық емес өлшектеу және құрастыру бойынша Кабибулиев Нұрсайт 2-ші орын, Файзуллина Дана 3-ші орын, Харчов Роман тартылудан 3-ші орын және әскери эстафетада 2-ші орындарға ие болды. Ал 11-ші қазан күні колледжімізде техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтары арасында графикалық дизайн, веб әзірлеу салалары бойынша кәсіби шеберлік республикалық конкурсының облыстық кезеңі өтті. Графикалық дизайн бойынша арнайы пәндер оқытушысы Мизинин Владимир Владимирович қатысып 3-ші орын иеленсе, веб әзірлеу салалары бойынша қатысқан арнайы пәндер оқытушысы Байдулина Лаура Артурна 1-ші орын иеленді. Ұстаздарымыз бен студенттерді осы жеңістермен құттықтаймыз. Міне керемет жаңалық. Дана, осы қазан айында қандай мерекелер тойланатынын білесің бе? Әрине білемін. 25-ші қазан республика күні. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2022 жылғы 16 маусымдағы ұлттық құрылтай отырысында берген тапсырмасын орындау мақсатында депутаттар Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы Қазақстан Республикасының заңына мынандай өзгерістер мен толықтырулар енгізген болатын. 25 қазанда ұлттық мемлекеттік мереке республика күні деп белгілеу, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мемлекеттік мереке. Биыл 25 қазанда республика күні еліміздің ұлттық мерекесінің мәртебесінде алғашқы рет тойланғалы отыр. Сонымен қаулы жобасына сәйкес қазақстандықтар қазанның 23-25 күндері демалады. Құрметті ITC Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздерді 25 қазан республика күнімен құттықтаймыз. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе берсін. Қазақстанның болашағы жарқын болсын, мереке құтты болсын. Сонымен қатар колледжімізде бірнеше жыл ұстаздық қызмет етіп жүрген ардақты ұстаздарымыз Масагутова Марина Геннадьевна мен Насырова Марина Рахимовнаны мерейлі жастарымен құттықтап, дендеріне саулық, отбасы амандығын тілейміз. Туған күн иелеріне арнап ән шашу жолдаймыз. Ән анаға сый орындайтын колледжіміздің музыкалық жетекшісі Ғабдолов Сырымбет Тілекқалиевич. Маған аялы, мәпелеген құшағында саялы, өзіңе деген балам махаббат қанатын мәңгі жаяды. Толы, толы, толы дала гүл, құшақ толы жиып алар ем. Оны жиып ал, саған ғана сыйға тартар ем. Құшақ
Құшақ толы дала гүлдері саған ғана сыйға тартар есімде ғой мен қуана күлгені ең алғашқы тай басып жүргені өзіңмен бірге жүріп мәңгілік теремін дала гүлдерін толы 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 дала гүл құшақ толы жиып алар ем оны жиып ап саған ғана сыйға тартар ем құшақ толы дала гүлдері саған ғана сыйға тартар ем таза менің көңілім жаннан ашым сенсің менің өмірім сәбилігіммен саған еркелеймін шаттықтан гүл боп төгілем толы 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 дала гүл құшақ толы жиып алар ем оны жиып ап саған ғана сыйға тартар ем құшақ толы дала гүлдері саған ғана сыйға тартар ем толы 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 дала гүл құшақ толы жиып алар ем оны жиып ап саған ғана сыйға тартар ем құшақ толы дала гүлдері саған ғана сыйға тартар ем құшақ толы дала гүлдері саған ғана сыйға тартар ем мерекелік көңіл-күймен эфирімізді жалғастырамыз. ITC Қазақ радиосы жобасының бүгінгі шығарылымын жерлес ақын жазушы, журналист Мұнайдар Мұхамеджанұлы Балмолданың шығармашылығына арнаймыз. Киелі поэзия әлемінде өзіндік үн, өзіндік сыр, өзіндік бояу ажары бар. Сырлы да нәзік өлеңдерін оқырман қауымына елең еткізіп, жырмен тербеп жүрген Қазақстан журналистер және жазушылар одағының мүшесі, ақын талантты журналист, тележүргізуші Мұнайдар Балмолда ағамыздың шығармашылығына шолу жасап өтейік. Мұнайдар Балмолда 1969 жылы Жаңақала ауданы Көпжасар ауылында дүниеге келген. Осы ауылдағы Дина Нұрпейісова атындағы орта мектепті бітіргеннен кейін бір жыл ауыл шаруашылығында құрылыста еңбек еткен. 1986 жылы Махамбет атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің көркем сурет және графика факультетіне оқуға түседі. 1987 жылы әскерге шақырылып, Ресейдің Воронеж облысында және Балтық жағалауындағы Калининград қаласында отан алдындағы борышын өтейді. Әскерден келгеннен кейін оқуын жалғастырып, оны 1993 жылы сурет, сызу және еңбек пәндері бойынша тамамдап шығады. Бірақ бала жасынан поэзия мен прозаға құштар жас маманды облыстық телерадио ұжымы жұмысқа шақырып, 1993 жылдан тілші болып істей бастайды. Жеті өнер, алтын бесік сияқты телебағдарламалар мен бірнеше деректі фильмдерінің авторы Мұнайдар Балмолданың 2006 жылы Көкбөрі атты өлеңдер мен әңгімелер жинағы жарық көрді. Шығармалары облыстық, республикалық басылымдар мен радиода жарияланып келеді. 2010 жылы Қағаз ұшақ атты толық метражды көркем фильмі экранға шықты. Қазақстан журналистер одағының мүшесі.
1993 жылдан бері Қазақстан Орал телеарнасының тілшісі, жеңісті жақындатқандар, халық қаһарманы Хиуаз Доспанова туралы шығыс шолпаны, Мәншүк Мәметова жайлы, Махамбет және Сырым Батыр. Хамза Есенжанов пен Тайыр Жарыковтың туғанына 100 жылдығына орай Қос қыран және тәуелсіздікке 20 жылдығына орай Махамбетте тірі екен, бұл үшін мұзға тайған күн атты деректі фильмдер мен бірнеше бейнеклиптердің авторы. Ағамыздың жігіттер квартеті, Шамшырақ дуэті, Тамара Асар, Димаш Құдайберген, Табылды Досымов, Ақмарал Любаева, Роза Әлқожа және өзге де әншілердің орындауындағы ән дүниесі өзінше бір әлем. Димаш Құдайбергеннің орындауындағы Махаббат бер маған әні әлемді шарлап, қазақ тілінде әлем жұртшылығының сүйікті әніне айналды. Сонымен қатар, балаларға арнап жазған 30-дан астам әндер бар. Мұнайдар Балмолда тіл жанашыры, Қазақ хандығына 500 жыл, ақпарат саласының үздігі медальдармен марапатталған. Қайырлы күн, құрметті ITC Қазақ радиосы шығарылымының тыңдармандары. Бүгінгі сұхбатымызда жерлес ақын, журналист, Қазақстан Республикасының журналистер және жазушылар одағының мүшесі, тележүргізуші Мұнайдар Мұхамеджанұлы Балмолданың шығармашылығын арнағымызды тағы да естеріңізге салып өтемін. Эфир барысында бізбен бірге болыңыздар. Мұнайдар аға, бүгінгі ITC Қазақ радиосы шығарылымына қош келдіңіз. Сұхбатымызды балалық шаққа саяхаттан бастағымыз келіп, бала Мұнайдардың туған жері, балалық шағы туралы айтып берсең. Әркімге туған жер Мысыр шәрі дейді ғой. Енді туған жерім Жаңақала ауданы, соның Көкжасар ауылы, аудан орталығы 10 шақырым жерде. Әлақандай ғана ауыл. Сол жерде 1969 жылы қаңтардың 14-інде дүниеге келдік. Шірет ыстық көрмей, қанша ұзап кетсек те, сол ауыл туған жерім. Адам баласының мықты болып қалыптасу үшін 3 нәрсеге байланысты дейді. Ата-ана, ұстаз және кітап. Әдебиет әлеміне қадам басуыңыз осы үшеуінің қайсысы әсер етті деп ойлайсыз? Барлығы да әсер етті. Барлығы там-тұмдап себепкерлік қызмет атқарды. Бірақ ең бастысы махаббат дейді. Махаббат Аллаға деген, отанға, туған жерге, жаңа айтқан әлақандай ауылға, келмеске кеткен ата-анаға деген махаббат. Енді олар біз тәрбиелеп өсірді. Адамдарға деген махаббат. Соның арқасы әдебиетке жетті дейді. Махаббатсыз дүние дос дейді абай атамыз. Жақсы нәрсе махаббаттан туады. Гүлді де өсіруші жақсы сезіммен өседі, сол сияқты қолынан шығатын дүние әдебиет дүниесі өлең бола ма, прозалық шығарма бола ма, сүймесең жаза алмайсың. Сол ынты-шынымен белгілейсің, әдебиет ардыңысы дейді, жаныңды жеп жетесің. Сондықтан да әдебиеттегі менің қадамдарым бұл махаббаттың нәтижесі. Сіз шабытты неден аласыз? Өзіңіздің шығарған өлеңдеріңіздің ішінде жаныңызға жақыны қайсысы? Шабыт Алланың жаратып қойған дүниесінен, жер көктен, тіпті құлап бара жатқан жапырақтан да аламын. Жаңбырдың тамшысынан да махаббаттан аламын, бір сөзбен айтқанда, айнап келгенде. Өлеңнің бәрі де өзіңнен шыққасын, перзентің сияқты, тәтті, балдандай тәтті, алтыннан да асыл қымбат. Сондықтан да әр өлеңімді сүйіп, оның бір сөзі буыны өзгеріп кетсе соған жаным қиналады. Әр әңгіме, үлкен хикаят, романдар, оны да жақсы көремін. Бір-бірінен ала алмаймын. Мен үшін бәрі өзінің онымен қызым сияқты, тәтті. Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Махаббат бер маған» әніңіз Қытай елінде миллиондаған жұрттың алдында орындалды. Қазіргі таңда бұл ән ең танымал шығармаңыздың бірі. Осы әніңіздің шығу тарихы туралы айта кетсеңіз. Бұл 2017 жылы туған өлең жазылмайды, бірінші жүректе туады. Айгүл Бажанова деген Талғардың композитор қызы, талай эстрада әншілеріне саз жазып беріп жүр. Сонымен Facebook парақшасы арқылы танысқанбыз. Менің ақын екенімді біліп, бірге шығарма жұмысын аяқтады. Содан бірақ ол жоғалып кетті де, мен одан дайын ән сұрадым. Дайын әнге осы махаббат бер маған тағдырдың әнін берді. Сосын мен сөз жаздым. Бір сөзім, екі сөзім ұнамады, үшінші нұсқам оған ұнап, бір айтушысыз сол бір жылдай жатты жылдың үстінде. Кейін Димаш Қытайға барып, ән айтып, енді қазақша айтатын болған кезде осы ән оның алдына түсіп, әкесі Қанатқа берген ғой, айгүл бес ән. Соны естумейше 50 әннің ішінен осы әнді таңдап алды. Шетелдікте берген енді Димаштың мүмкіндігін байқағаннан шетелден. Бірақ махаббат бер маған тағдыр әнін берген, ол екі шумақты бір ән болды. Димаш айдардың болғасын маған Димаштың командасы шықты, осында айтайын өтіп маған және бір шумақ керек еді. Және бір шумақты қосып Димаш айтатын білгесін
Аллаға жалбарынып отырып жаздым, және осы ән әлем шарлап кетсе екен дедім. Менің сезімім бұл кезде менің ат жөнім аталған емес, ол маңызды емес. Қазақ тілінің асқақтаған. Қытай жерінде, кейін Лондонда, Мәскеуде, Европада әлем шарлап жүр ғой. Және YouTube арнасында осы әнді қазақша нұсқасында айтады шетелдіктер. Осындағы маңызы ол махаббат маған тағдыр, яғни адамды адамға жақындастырушы, ел мен елді жақындастырушы бір сондай бір жүректің әнұранына айналды. Осы болғаным қазақ болғаным. Тележүргізуші ретінде есіңізде қалған қиын кезең мен қызықты күндер туралы не айтар едіңіз? Қиын кезең дегенде бізде жұмысымыз техникаға байланысты ғой. Кейде камерамыз, микрофонымыз істен шығып кетеді. Іссапарға барған кезде салып қойған кассетім камераның жаңағы қалтасынан шықпай қалып, жаңасын алып сұрайын десем, сондай кезде де қиналасың, бірақ амалын тауып шығасың. Жаңағы бейне көріністерді ілгері кейін шырыштап отырып, қай жерлерін бос сөйлеген осы жеріне кетіріп, жаңасын жазып, сөйтіп бір кассетпен 3 күн іссапардан келген кезім бар. Бұларда 1 сағаттай сиятын дүниеге 3 күннің дүниесін сыйғызып әкеліп, ештеңе білдіріп кеткен кездерім сол. Болмаса, мысалға, ол кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев нағыз кездесетін кезде микрофон жасамай қалды. Сол кезде камераның үстіндегі Пушкин микрофон бар. Ана микрофонды үзіп тастап, сол Пушкинмен жазып алған сәтіміз бар. Жерге шнур жатыр микрофонды, бірақ мәдениет үшін этикасы бар. Этика үшін ұстап тұрған керек қалды. Микрофон ұстап тұрсың, бірақ жерде жатыр. Соның барлығынан ана балам жерде жатыр ғой, микрофон меден жаза берсең істемей қалды деп, сол жерде сөз тауып шығып кетесің, қиналмайсың. Бастысы мен жаңалық алуым керек, сөз алуым керек. Бұндай жағдайлар көп, қайғылы жағдайлар да болады. Мысалы, ауыр жағдай, жолда келе жатасың, бір машина, 2 машина автобустан адамдар өліп қалған, қырылып қалған. Соны көмектесіп, машинадан шығарасың, қан, неше түрлі нәрселер. Сондай жағдайлардан да өтесің. Оның бәрі ауыр тиеді жүрегіне. Бірақ журналист бәріне дайын болу керек. Журналист жауынгер сарбаз. Осындай қиын жағдайлар, әрі қызық жағдайлар көп. Бүгінгі бізбен болған сұхбатыңызға көп рахмет. Алда тұрған үлкен мейрам республика күнімен құттықтаймыз. Әрдайым отбасыңызға аман, өзіңізге жарқын, мереңіз үстем болсын. Ендеше ақын өлеңдеріне орын береміз. Көз сұлулық, 31-ші топ студенті Рахметолла Наргиза. Көз сұлулық, қолын тағы былғады. Ұшқан қаздың мені кәміл қызғанды. Жанына кеп оқып едім бір өлең, жапырақтың жасы жылдан қорғады. Күлім қақты, қызғылықты гүлжелек, дірілдеген лүпілдеген бір жүрек. Сүйрік саусақ, алақандар аялы, сүй үшін өздерінде көз керек. Сыбдыр қағып, айтасындар әлдене, жаз дейсің бе, жанға сүйеу мәнді өлең. Жел сөздерден, желде тұрған сендерден, артық екен естілетін әңгіме. 25-ші топ студенті Жоламан Арман. Мықты болсаң, махаббаттың балын емес, уынтап. Жүрегіңе желбіретіп, туын қақ, өлсем орным қара жердеп ән шырқап, әуелетіп, әдемі етіп қойып. Мықты болсаң, қас тұлпарды қанат қыл, қияқ көкке самғауды шын талап қыл. Адамдардың қызыққанын қайтесің, қадамыңа Алла өзі қарап тұр. Мықты болсаң, еш қашанда мақтанба, айыбыңа жатып келіп ақталма. Альпинистің табанына тапталған, шыңға емес, көзіңді тек аспанға. Мықты болсаң, ештеңеден жасқанба, қан кенемен махамбеттей бастанда. Айырылсаң, айырласың түк емес, адам болып қала білу бастарман. Мықты болсаң, мықты бол. Әлемдегі өсі өнген жұртты көр, бәйгесіне жүйрігін қос, озып кел, болсын сенде басты жүлде құтты төр. Беу, қазағым, қасқырдайын қайсарым, шыңнан асып шырқалады қайтаның, көк бөрінің ұлағанын айлы түн, мен әніме қосып тұрып айтамын. Мықты бол. Өмір сүр, әр күн, әр бір сәт, кететін еріп жан бұршақ, көктемнің гүлін өсірсен, махаббат әнін қал шырқап. Өмір сүр, әр күн, әр бір сәт, өтерде кетер албыртшақ, өкінбес үшін ғашық бол, отына өртен жар құшақ. Өмір сүр, әр сәт, әр бір сәт, шарықта, самға, жаңғыр, шап,
жарықтан жылдам жүйрік бол, Алладан тілеп алдырбақ. Өмір сүр, өлме, өмір сүр, өлмейтін жанға көңіл гүл, өлімнің өзін өмірдің сабағы болар өрік қыл. Өмір сүр, өлмеу үшін де өмір сүр, өмір, өмір нұр. ITC Қазақ радиосының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Эфирімізді колледжіміздің бағдарламашы технологы Мұхитов Нұрболат Айболатовичтің орындауындағы Мұнайдар Балмолданың сөзіне жазылған Ашығым әсем әнімен аяқтаймыз. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын. Айды сүймеу мүмкін емес, күнді сүймеу мүмкін емес. Ай мен күннен асып туған, сені сүймеу еркін емес. Сен сұлудың сұлуысың, жерде өмір сүру үшін. Қай ғаламнан келдің екен, мені ғашық қылу үшін. Қай ғаламнан келдің сәулем, мені ғашық қылу үшін. Ақ жүзіңнен арай көрем, көз ала алмай қарай берем. Назарыңнан нұрланып, мендегі жан сарай деген. Сен сұлудың сұлуысың, жерде өмір сүру үшін. Қай ғаламнан келдің екен, мені ғашық қылу үшін. Қай ғаламнан келдің сәулем, мені ғашық қылу үшін. Мені ғашық қылу үшін. Өмір сүру үшін. Қай ғаламнан келдің екен, мені ғашық қылу үшін. Қай ғаламнан келдің сәулем, мені ғашық қылу үшін. Мені ғашық қылу